Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен үй жағдайында қолжетімді заттардан өзіңіз жасап күнделікті жеуге болатын фруктыларды шоколадпен жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіз. Ең алдымен біз бананымыздың сыртын ашып, барлығын бірдей бөліктерге бөліп, бөлек ыдысқа, тарелкаға барлығын салып, бетін пищевой пленка немесе пленкамен жауып, морозильникке салып қоямыз. Біздің бананымыз кішкене қатып тұрады. Оған дейін басқа да фруктыларымызды тазалап дайындайтын боламыз. Гранатымызды да осылай кесіп, өзінің қабығынан ажыратып, бөлек ыдысқа тазалап салып қоямыз. Кивимізді сыртын қабығынан ашып, осылайынан бөліктерге бөліп турап аламыз. Фруктыларымызды турап алғаннан соң шоколадымызды дайындаймыз. Күнделікті өмірде колебаутты алу қымбатырақ болып келеді. Сондықтан Қазақстан шоколады немесе молочный шоколадпен жасасақ болады. Қыздар, бірақ Қазақстан шоколадының тек өзін қолданбаңыздар, ол кезде кішкене ащылау дәм болып кетеді. Сондықтан қасына міндетті түрде кез келген молочный шоколадты араластырып жасасаңыздар болады. Содан соң фруктыларымыздың барлығын алып, осылайынан шпажкаға немесе зубочисткаға, тіпті мороженныйдың таяқшасына да үйіңізде бар кез келген таяқшаға осылайынан салып шығамыз, барлығын орналастырып. Содан соң дайын болған шоколадымызға батырып шығатын боламыз. Қыздар, шоколадты водяной баняда немесе микроволновкада, тіпті кесеге, кружкаға ыстық су құйып, пакетикқа салып ертіп алсақ та болады. Енді қазір хит болып жатқан гранаттарымызды орналастырып шығамыз. Кез келген формаға салсаңыздар болады. Кекстің ыдысына немесе кесеге салып қойсаңыздар да, тіпті сіздерде бұндай ешқандай форма жоқ болса, пергаменттің үстінің өзіне гранаттарымызды орналастырып, үстіне шоколад құйып шықсаңыздар да болады. Пергамент қағазының үстіне өзіңіздің қалаған формаңызды жүрекше етіп гранатты орналастырсаңыз да, домалақ етіп орналастырып та жасай бересіздер. Содан соң жаңағы дайын болған шоколадымызды алып, барлығын кезекпен осылайынан батырып, шоколадқа батырып шығатын боламыз. Мен шоколадты үй жағдайында жасағандықтан өзіме осылай сұйықтау етіп жасаған ұнайды. Бұны қатпай қалады немесе ағып кетіп өзінің формасын ұстамай қалады деп қорықпаңыздар. Мен шоколадыма кішкене ғана сары май қосып ертіп алдым. Егерде ештеңе қоспаймын десеңіз, водяной баняда құр шоколадтың өзін ертіп, қоюлау етіп жасасаңыздар да болады. Осылайынан барлық фруктыларымызды шоколадқа батырып шығамыз. Соңынан қалған шоколадымыздың барлығын бөліп, гранаттарымыздың үстіне біркелкі етіп құйып шығамыз. Гранаттың үстіне шоколадтарымызды біркелкі етіп сеуіп алғаннан соң силиконды формамызды алып столдың үстіне кішкене ұрғылап жібереміз. Барлық жеріне жайылуы керек. Содан соң барлық жемістерімізді холодильникке 15-20 минутқа қойып қоямыз. Неке қыздар, біздің жемістеріміздің барлығы осылай дайын болды. 10-15 минутта бірден қата қояды. Өте дәмі деген керемет болып шығады. Содан соң өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Осылай бетіне шоколад сеуіп немесе неше түрлі посыпка, тәттілерді сеуіп қойсаңыздар да болады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Балаларыңызға ұнайтыны сөзсіз. Дайын болған жемістерімізді өзінің арнайы қағазына салып әдемі етіп ұсынсаңыздар да болады. Тіпті қонақ келгенде де осылай столға қойсаңыздар өте әдемі, әрі дәмі де керемет болып тұрады. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Видеоны аса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп қойыңыз. Баршаңызға рахмет.